Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Алдыңғы видеоларда тамақтың қай түрі пайдалы екенін талқылаған болатын. Оқушылар, осы апта өтетін тақырыбымыз тағамның құрамындағы химиялық заттар. Бүгінгі сабақта тамақтану жалпы не үшін маңызды, тағамның қай түрі біздің ағзамыз үшін пайдалы, тағамның құрамында қандай қоректі заттар бар және олар қалай жіктеледі деген сұрақтарды қарастыратын боламыз. Өздеріңіз білетініздей, адамның тіршілігі ас ішіп, оны қорытып денеге сіңіруіне байланысты. Халқымыз айтады, ас адамның арқауы дейді. Шынымен де, ас адамның энергия қоры, өйткені ол тікелей біздің іс-әрекеттерімізге, мидың жақсы жұмыс істеуіне, тіпті көңіл күйімізге де әсер ететіні анық. Олай болса, адам ағзасына қажетті азық-түліктер қайдан алынады? Келесі видеоға назар аударыңыздар. Деннің сау болуы дегенді қалай түсінесіңдер? Адамның денінің сау болуына көптеген заттар әсер етеді. Оған күнделікті тамақтануымыз бен салауатты өмір салтын ұстануымыз да жатады. Барлық тірі ағзалар өмір сүруі үшін тамақтануы қажет. Неліктен? Осы туралы ойланып көрдік пе? Қарынның ашқандығын қандай сезім арқылы білуге болады? Шаршау, мазасыздық немесе ой шаршаңқылығынан ба? Көлік жүру үшін жанармай құю керек, ал біздің ағзамыз дұрыс жұмыс жасау үшін тамақтану қажет. Тамақтың әр түрмен тамақтану неліктен пайдалы? Егер тек шоколадпен немесе тек сәбізбен тамақтанатын болсақ, не болады? Әр түрлі тамақ өнімдерін тұтыну өте маңызды, себебі ағзаға керек құнарлы заттар тамақтың әр түрінде болады. Дұрыс тамақтануға қажетті заттар: майлар, олар баяу бөлінетін энергия көзі; көмірсулар, олар энергияны жылдам бөлу үшін қажет; ал ақуыздар өсу мен қалыпқа келу үшін керек. Біздің ағзамызға дәрумендер мен минералдар да қажет. Мысалы, Б дәрумені жүйке және иммунды жүйе үшін аса маңызды. Кальций сүйек пен тістің саулығы үшін қажет минерал. Ағзаға қажетті құнарлы заттар ішкен тамағымыздан түзіледі. Азық-түлік 5 негізгі топқа бөлінеді. Крахмалды өнімдер. Рационымыздың 3-тен 1 бөлігі крахмал өнімдерінен тұруы керек. Оған күріш, макарон өнімдері, тамыр жемістері, бұршақ тұқымдастар және нан жатады. Тұтынатын тағамның тағы да 3-тен 1 бөлігі жемістер мен көкөністерден тұруы тиіс. Себебі олар дәрумендер мен минералдардың негізгі көзі. Сүт және сүт өнімдері. Бұлар ақуыз бен кальцийге бай. Ақуызға бай өнімдер: ет, балық, бұршақ тұқымдастар және жаңғақтар. Жоғары калориялы өнімдер. Құрамында майы немесе қанты көп өнімдерді аз тұтыну керек. Дұрыс тамақтану үшін аталған өнімдерді тұтыну әлемнің әр елінде әр түрлі болуы мүмкін. Бірақ үйлесімді диетаның бұл түрі негізінен жалпыға ортақ деуге болады. Осы видеоны қорытындылайтын болсақ, тағамдағы қоректі заттарды негізгі 3 топқа бөлеміз: майлар, көмірсулар және ақуыздар. Майлар 2-ге бөлінеді: сұйық және қатты болады. Май ағзаға энергиялық материал, әртүрлі витаминдер мен биологиялық активті заттардың қоры болып табылады. Сонымен қатар, май ағзада қорғаныштық және салқын кезде май жылу реттегіш қызметтерін атқарады. Көмірсуларға қант, сахароза, глюкоза жатады. Көмірсу негізгі жылу қоры және қуат береді. Олар ағзада көп болатын болса, майға айналады. Құрамында көмірсулар болатын тағамдарды көп пайдалану адамның семіруіне, қант ауруларына әкеліп соғатынын есте сақтау қажет. Көмірсулар мына тағамдарда кездеседі: нан, картоп, жеміс-жидек, қант, бал, күріш. Ал ақуыз адам ағзасын құрастырушы. Адам қалыпты өмір сүріп, дұрыс жұмыс атқару үшін құрамында бір күндік ақуыз мөлшері 100-120 грамм қажет екен. Ақуыз сүт тағамдарында, жұмыртқада, етте, балықта, жаңғақта кездеседі.
қоректі заттарды жеумен қатар диета ұстау өте маңызды. Сондықтан ғалымдар дұрыс тамақтану пирамидасын ойлап тапты. Осы пирамида көріп отырғаныңыздай қандай тағам түрлерін және күнделікті қандай мөлшерде жеу керек екені бейнеленген. Барлық биохимиялық энергия жер бетіндегі барлық жасыл өсімдіктердің ұлпаларында өтетін фотосинтез процесінен бастау алады. Бұл процесс кезінде көміртек диоксиді және су күн сәулесінің энергиясымен глюкоза және оттегіне айналады. Глюкоза мен басқа да қанттар қорытылғанда біздің организмнің дұрыс қызмет істеуіне керек энергия шығарылады. Таза глюкоза мен фруктоза қоры жүзім, апельсин және алма секілді көптеген жеміс-жидектерде болады. Бал осы екі қанттың концентрлі сулы ерітіндісі. Сахароза кәдімгі қант, тәтті тоқаш, печенье, шоколад, жеміс-жидектен жасалатын тосап, балмұздақ және басқа да тәтті тағамдарды дайындауда пайдаланылады. Адам ферменттері амилоза және амилопектиндегі гликозидті байланыстарды бұза алады. Сондықтан нан, күріш, картоп секілді құрамында крахмал болатын өнімдер адам үшін құнды энергия көзі болып табылады. Көмірсулар неліктен пайдалы деп ойлайсыздар? Мысалы, құрамында қарапайым көмірсулар бар жеміс-жидектерді жеген кезде олар тез қорытылып, энергиямен қамтамасыз етіп, сергектік әсерін береді. Ал макарон, картоп сияқты күрделі көмірсуларды жеген кезде олар баяу қорытылып, тоқтық әсерін 3-4 сағатқа дейін береді. Сонымен қатар олар ішектің жұмысын реттейді. Бүгінгі сабағымызды қорытындылайтын болсақ, оқушылар, деннің сау болуы тамақтану мен салауатты өмір салтына байланысты екен. Екіншіден, ағзаға пайдалы, қоректі заттармен тамақтану өте маңызды. Және де үйлесімді диета үшін тамақтану пирамидасын ұстануымыз қажет екенін бүгінгі сабағымызда үйрендік. Сабақты бекіту тапсырмалары қосымша сіздерге жіберіледі. Сүйікті оқушылар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесіде кездескенше сау болыңыздар.